Ассаламу-алейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай? Менің бұл қазіргі видеом бұл аяқ жаттығуына байланысты. Өйткені мен өзім осы 5 жыл алдында жаттығу істеп жатқанымда айнаға қарап, сол кезде менің тазы айтылады ғой, сол тазым кішкене қыс екенін көрдім. Соған арнайы бір жаттығу істеп көргем. Аллаға шүкір, қазір жақсы. Енді сол жаттығуымды сіздерге де көрсетіп бөліскім келеді. Бұрында осы жаттығуды мен істей алмайтынмын 5-6 жыл алдында. Аллаға шүкір, қазір істеп жүрмін. Осы жаттығуды жерде или жоғарыда істеуге болады. Соны қазір мен көрсетемін. Қасыңызда көмекші болмаса, осы шкутты есіктің ручкасына байлап қоюға болады. Енді мен аяқты тартып жұмыс істей беремін. Қараңыздар. Келесі жаттығуым отырып жасаймын. Менің қазір оң аяғыма әдетте күш керек, ол үшін маған ішпен жатып жаттығу істеп жатырмын. Мысалы осылай. Мына жаттығудың ешқандай көмекшісіз істеуге болады. Содан кейін жгутты арқаңыздың астына қоюға болады. Содан кейін барып былай жаттығуды қимылдату керек аяқты. Әрине, бірінші Алланың арқасы, екінші осы жгуттың да пайдасы зор болды. Осымен де мен айналысып жүргеніме қуаныштымын. Сіздер де күнделікті осы жаттығумен айналысып тұрыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.